Сәлеметсіздер ме? Мен номер 42 орта мектебінің 10-шы А сынып оқушысы Мұсахан Алмат, президенттікке үміткермін. Өзім туралы айта кетсем, жалпы жетістігіме тоқтала кетсек, олардың ішінде робототехника саласынан түрлі жобаларды қорғай отырып, жүлделі орындарға ие болдым. Сіз неліктен мектеп парламентінің президенті болуды таңдадыңыз? Себебі, біріншіден мен өзімді жаңа бағытта сынағым келді. Сонымен қатар мен оқушылардың осы мектеп өмірін қызықтыру үшін және де осы саналы ұрпаққа сапалы білім беруге өз үлесімді қосқым келді. Сіздің негізгі бағдарламаңыз қандай? Мен жалпы өз бағдарламамда 5 бағытты негіз қылып алдым. Оның біріншісі білім. Еліміздің жарқын болашағы білімді әрі тапқыр оқушылардың қолында екені белгілі. Сол себепті оқушылардың білімін арттыру мақсатында түрлі іс-шараларды жаңа форматта жүргізіп, олимпиадаларды кеңінен өткізу менің жоспарымда бар. Екіншісі тәртіп. Одан бөлек волонтерлік клубтар мен білім және өнер саласындағы түрлі үйірмелерді ашуға өз үлесімді қосамын. Үшіншісі ұстаз бен білім алушының арасындағы қарым-қатынас. Әрине, жақсы қарым-қатынас білім алудың негізі. Оқушы мен ұстаздың арасында қамқорлық, түсінушілік, қолдау болуы маңызды. Сол себепті әр оқушы өзінің ойын еркін жеткізе алатындай түрлі тренинг жүргізуді мен жоспарлап отырмын. Төртіншісі спорт. Оқушылардың мықты әрі шымыр болып өсуі үшін түрлі эстафеталар мен жарыстарды жүргіземін. Ал бесіншісі мәдени іс-шаралар. Оқушылардың өнерін ашу үшін және көпшілік алдында өзін көрсете алу үшін түрлі өнер сайыстарын жүргіземін. Егер саған менің бағдарламам ұнаса, маған дауыс бер. Сенің даусыңды күтемін.